Иә. Все. Сен бітеді, короче. 2026 жылы мен күтіп жүрген топ 10 фильм. Бірінші орынға мен күтіп жүрген фильмдердің бірі бұл «Мстители. Судный день» деп аталады. Сәл дұрыс айттым ба? Окей, білесіңдер, 16 декабрь күні тұспа-тұс бұның қасында тағы бір мен күтіп жүрген фильмнің бірі кіреді. Бұл екінші орында болмағандықтан оны кейінірек айтамын. Екінші орынға мен қоямын «Трояның жалғасы», «Одиссей» деп аталады. Бұны білесіңдер, фантастика жанрында сәл болады. Себебі қызығырақ болу үшін шығарып жатқан шығар. Ал үшінші орында бізде «Шрек 5», яғни Шректің осы жолы 5-ші бөлімі шығады. Әзірге трейлері ойындағыдай шығып тұрған жоқ, бірақ бұл кішігірім пранк шығар деген ойдамын. Ал бізде 4-ші орында Человек-пауктың 4-ші бөлімі. Және де 5-ші орында бізде Дюнаның 3-ші бөлімі. Дюнаны күтіп жүргендер бар ма, жоқ па, комментарийға жазып өтеміз. 6-ші орында бізде «История игрушек». Бұл мультфильм барлықтарыңа таныс деп ойлаймын, барлықтарың көрген шығарсыңдар. Және де 7-ші орында бізде «Моана». «Моананың» жақында мультфильмі шыққан, бірақ бұл енді реал лайф экшн жанрында болады, яғни шын адамдар ойнайды. 8-ші орында бізде, 8-ші орын қойды. 8-ші орында «Холодное сердце». «Холодное сердцені» көргендердің бар ма, жоқ па, бұның лайф экшн емес, бұл 3-ші бөлімі шыққалы жатыр. Ал 9-ші орынға мен «Марионы» қоямын. «Марио» мультфильмінің біріншісі маған өте қатты ұнады, екіншісінде күтіп жүрсіңдер деген үміттемін. 10-ші орынға негізінде мен «Нуардың» жақында мен обзор жасадым, соны көрсеңдер болады. Соның фильмін күтіп жүрген болатынмын, бірақ 10-ші орынға халықтың сұрауымен деп айтайыншы. «Голодные игры». «Голодные игры» шығады 10-ші бөлімі. 10-ші бөлімі деп 13-ші бөлімі. В общем, көп оның бөлімдері. Ал 10-ші орын деп мен шатастырдым. Все. Осы менің топ 10 ожиданиядағы фильмдерім.